Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында тайлол дәрісінен де күшті оригинал рецепт өзім дайындаған. Сіздерге көмегі тиетіні сөзсіз. Осы рецептпен бөлісіп қоюды жөн көрдім. Алдыменен маған бір тал лимон, бір тал апельсин, или мандарин болса да болады. Бал керек болады. Бұларды жуып тазалап алдым. Мясорубкімді да қайнақ суға бір шайып алдым. Енді бұларды осындай бөліктерге бөлемін. Бұларды енді кезек-кезек араластыра отырып, мясорубкіден өткеріп аламыз. Электрический мясорубка жоқ болса, қол мясорубкамен өткізсеңіздер де болады. Блендермен майласаңыз да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Мен бұл рецепті ковид кезінде жасағанмын. Өзіме, балдарыма жақсы көп көмегі тиді. Бұл иммунитет көтереді, тайбет ашады. Міне дайын болып қалды. Бұған енді мен тамақ ішетін үлкен қасықпенен толтырып бал салатын боламыз. Езіп жақсылап араластырамыз. Қазір садикке барса да кішкентай балдарда ауырып келе береді ғой. Ол иммунитеттің аздығынан. Осыны шай қасықпенен бір қасық қайнақ суға салып, күнде таңертеңгісін беріп отырса, қышқыл деп жатса, қант қосып жіберсеңіздер де болады. Көк шай қылып, немесе қайнақ суменен араластырып берсе де болады. Бұл иммунитетті көтереді. Тайбет ашады. Дәріханадан тайлол, анау-мынау дәрілерін алудың қажеті жоқ. Осы өнімді пайдаланса көп көмегі тиеді. Таза оригинал өнім. Міне дайын. Бұны енді мен өзім ішем, балдарыма берем. Холодильникке салып қойып, пайдалана береміз. Менде бұрын болды. 3 жылдық нелер бар ше менде. Қазір көрсетейім, ол аз қалды. Біраз жасап алған, мен ковидтің кезінде өзіме жақсы көмектесті. Сіздерге көмегін тигеніне қуаныштымын. Міне қалғаны менде. Арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.